Бүгінгі видеода тұмауды қалай 2-ақ күнде емдейтін әдісті көрсететін боламын, арнайы сіз үшін. Сәлем құрметті алтындарым, видеоны көргіңіз келсе, бірінші ол үшін егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп алыңыз, лайк басыңыз, видео пайдалы болады деген сенімдемін, және достарыңызға тарата жүріңіз. Негізі тұмау егер емдемесеңіз, ол ұзақ жүріп алады. Бір рет жұқтырып алсаңыз, ол бір апта бойы, 10 күн бойы да ауырып жүруіңіз мүмкін. Бірақ та өзіңіз әрекет жасасаңыз, осыны жасасаңыз, мен көрсететін әдісті жасасаңыз, 2-ақ күнде емделіп шығасыз. Бұл әдіс үй жағдайында жасалатын қарапайым әдіс. Ол үшін бізге керек чеснок керек, бір басы керек чесноктың. Сыртын ашып тазартып аласыз. Содан кейін тұз керек. Сосын қайнатылған жылы жарты стакан су керек. Сосын шприц керек. Бұларды қалай қолданамыз? Бірінші чеснокты ашып, бір басын кесіп аласыз. Жақсылап тұрып чеснокты барлығын кесіп аласыз. Кесіп болғаннан кейін оны стаканға саласыз. Жарты стакан жылы суға саласыз. Содан кейін үстіне бір шымшым қолыңызбен тұз саласыз, кішкентай аз ғана, сорпаға салған секілді етіп. Сосын барлығын араластырасыз. Бұл қоспаны мұрныңызға кезекпен кезек құясыз, шприцқа құйып аласыз, сосын мұрныңызға шалқайтып тамызасыз. Бұл жарты стаканды бір күнде бітіріп тастаңыз. Келесі күнге жаңадан дайындау керек. Дәл қазір грипп болып отырсаңыз, бұл қоспаны жиі жарты сағат сайын мұрныңызға тамызып отырыңыз. Алдын алуға да бұл әдісті жасауға болады. Осы әдіспен тұмаудан өзіңізді 2 күнде емдеп аласыз. Құрметті алтындарым, бұл әдіс өзіме ұнағасын сіздерге көрсетіп отырмын. Пайдалы болды деген ойдамын. Бұл әдіс сізді тұмаудан тез жазылып кетуге көмектеседі, вирусты өлтіруге көмектеседі, сіздің иммунитетіңізді көтеруге және тұмаудан 2 күнде жазылып кетуге септігін тигізеді. Егер видео ұнаса, сіздерге ем болып жатса, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Видеомды жіберіп алмас үшін, бірінші болып көру үшін қоңырау шанында баса кетіңіздер. Әрқашанда денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар, менің алтын достарым, алтындарым.